Ақтөбе облысында әкімдік қызметкері сыбайластармен бірге 672 миллион теңге жымқырды деген күдік келінді. Мұғалжар аудандық құрылыс бөлімінің басшысы мен аудандық мәслихат депутаттарына қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Оларға үй кезегінде тұрған әлеуметтік осал топқа жататын азаматтарға баспана алуға бөлінген ақшаны қалталарына басты деген айып тағылып отыр. Белгілісі 672 миллион теңге 70 пәтерлі жатақхананы сатып алуға бөлінген. Күдіктілерге қатысты қамауда ұстау және үй қамағына алу түріндегі бұлтартпау шараларына санкция берілген. Тергеу барысында шығынның жартысынан көбі олардың өз еріктерімен кері қайтарылды. Тергеу аясында күдіктілердің 640 миллион теңгеден астам сомаға ақшалай қаражатын мен түрлі мүлкіне тыйым салынды. Бұдан басқа тергеу шеңберінде 359 миллион теңге сомасында материалдық залал өз еркімен ішінара өтелді. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.